Соңғы кездері YouTube, Instagram немесе тағы басқа әлеуметтік желілерде бөтен адамдардың бет жүзін бұлтыртып қоятын видеоларды байқадыңыз ба? Бұлайша адамның бетін жасыру face blurring деп аталады, және шетелде оның қолданысы ақырындап өсіп келе жатыр. Осы видеода біз face blurringтің не екенін және оның қандай пайдасы бар екенін талқылайық. Face blurring ағылшын тілінен аударғанда бетті бұлтырту дегенді білдіреді. Face blurringтің мәні фото немесе видео материалда адамның бетін анық көрсетпеу. Керісінше, адамның бетін толық немесе беттің белгілі бір бөлігін ғана бұлыңғыртып көрсету. Бұл адамның құпиялығын және анонимдігін сақтауға көмектеседі. Қазіргі таңда әлеуметтік желілердің дамуымен қоса, көшеде камераны қосып, өздері үшін контент түсіріп жүрген адамдар көбейді. Сондай адамдарға тап болғанда, сіздер өзіңізді ыңғайсыз сезініп, осының видеосына түсіп қалмасам болды деп, камераны алашақтап өткен кездеріңіз бар шығар. Расында да, бетіңіз адамның әлеуметтік желіге салған видеосында өзімізді көріп қалсақ, аса мәз болмаймыз. Әрі жеке кеңістігімізді бұзғандай сезіледі. Менің атым Мадина. Жолаушыларға қызмет көрсету бойынша супервайзер болып жұмыс жасаймын. Тіркеу бағынасына келген кезде көп адамдар жасырын түрде немесе ұялы телефонмен осылайынан келіп видеоға түсірген сәттер болады. Конфликті жағдайлар болған кезде түсіре бастайды. Әрине, әрқайсымыз естелігіміз үшін саяхат кезінде көшеде видео түсіре аламыз. Оған шектеу тек мемлекеттік ғимараттарда немесе басқа да ерекше қорғауға алынған мекемелерде бар шығар. Сәлем, менің атым Мирас. Бұл YouTube проектісі сізге ұнайды деген үміттемін. Біздің миссиямыз қазақ тіліндегі сапалы контенттің санын арттыру, онымен қатар жалпы қазақстандық аудиторияны әлемде болып жатқан құбылыстармен таныстыру. Сондықтан біздің тақырыптарымыз ешқашан саясатпен байланысты емес. Біз әлемдік әртүрлі феномендерге көңіл аударып тырысамыз. Біз жекеменшік стартаппыз. Мемлекеттік медиаға ешқандай қатысымыз жоқ. Біз оны ерекше мақтан тұтамыз. Ешқандай грант, дотация ондайдың иегері емеспіз. Ал енді бізге қолдау көрсетем десеңіз, бізге ешқандай донат, ақша жіберудің керек жоқ. Тек қана лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал енді каналымызға жазылсаңыз, оған ерекше алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Кей кезде адамдар тек саяхаттан видео түсіру үшін ғана емес, ал конфликті жағдайда видеоға түсіргісі келеді. Адамдар сізді түсіріп, әдейі сізге провокациялық сұрақ қойып, сізді ызаландырып тұрса да алуы мүмкін. Түсіру мен жариялау ол екі бөлек зат. Бұны аңғарған жөн. Адамдар не үшін түсіреді? Кейбір кезде өзін өзі қорғау үшін түсіре де алады. Алайда әлеуметтік желілерге жарияландану себебі мүлдем басқа. Ондай кезде адамдар сізбен әдейі диалогқа түсіп, әдейі конфликт тудыра бастауы мүмкін. Белгілі бір бағытқа бір жолаушы ұшуға дайындалып тіркеу бағынасына келеді. Өзінің билеті жайында сұрақтар болған. Және де бұл сұрақтарға жауап шеше алмағандықтан, ол кісі видеоға түсіріп, мен сізді ертең осы жерде көрмейтін боламын. Сізді ертең бұл жерден жұмыстан шығарады. Мен сіздің осы видеоңызды әлеуметтік желіге саламын. Біздің тараптан әрине артық сөз айтылмайды, бірақ сонда да кейбір адамдар осылай қорқытып, өзінің құқығы бар екендігін айтып кетеді. Мен бұл видеоны салуға қарсымын деп айтамын, бірақ сонда да ол кісілер келіп видеоға түсіріп, ары қарай жалғастыра береді. Өзіңнің құқығың жоқ сияқты сезінесің. Мен университетте мұғалім болып жұмыс істеймін. Менің бірінші курстағы студентім дополнительный, яғни доп грант ұтып алады мемлекеттен. Ол туралы яғни ата-ана естіп аладым, және де естіген бетте маған түнде звондап, яғни 10-дарда, 9-дарда звондай бастады. Одан кейін келесі күні маған сабақ үстінде, яғни звондайды жұмыс үстінде, дауыс көтеріп сөйлей бастадым. Бір сағаттың көлемінде бұл кісі, яғни деканатта отырды. Сол кезде мен де кірдім деканатқа. Одан кейін ол мені фотоға түсіре бастады. Маған ұнамайтын балағатты сөздер айтып, бұны мен тугисқа салам деп, сөйтіп мені сыртымнан фотоға түсіріп алды. Жоқ, мен өшірмеймін. Білмеймін, ол салды ма, салмады ма. Жарайды, ол маған дөрекі сөйледі, мен туралы жамандады. Мен жай үндемей қоя салдым. Бірақ та бұл фотоға түсіріп, мен сізді анда жіберем, мында жіберем. Ең ұнамайтыны сол болды маған. Дұрыс, кез келген адам оны камераға түсірмеуге сұрай алады, және оған құқығы бар. Айтып кеткендей, ақпараттық технологиялардың дамуымен қатар, адамның жеке құқығы мен жеке ақпаратын қорғау мәселесі де күннен күнге өзекті. Сондықтан жеке тұлғаның бейнесін рұқсатсыз қолдану заңмен де шектелген. Дәл сол себепті дүкен, ресторан немесе сауда орталықтарында видео жазу жүргізілуде деген ескерту жазуы болу керек. Болмаған жағдайда сот дәлел ретінде оны қабылдай алмайды. Ал сіздің камераңызға біреу түсіп қалған жағдайда, видеоны әлеуметтік желіге
жеке ғаламторға таратудың алдында өзіңізден басқа адамдардың бет-жүзін бұлыңғыртып жасырған жөн. Бұған бірнеше себептер бар. Біріншіден, адамның қалаусыз оны суретке немесе видеоға түсіру оның жеке кеңістігіне араласу болып танылады. Ғаламторға таралып кеткен суретте не видеода ол ыңғайсыз жағдайда болып қалса, оны көріп қалған таныстарының алдында күлкіге айналамын деп қорқады. Көңіліне тиетін әртүрлі дөрекі, мазақ қылатын пікірлер естимін деп уайымдайды. Жеке өміріне де әсер тигізуі мүмкін. Бір апта, 2 апта өткен шамасынан кейін бұл видеолар өшіріледі, бірақ сонда да осы уақыт аралығында бұл видеолар көптеген лайк, репост жинап үлгереді. Енді көп халық көріп қойғаннан кейін көптеген комментарийлар да жиналады. Оны оқыған кезде әрине бізге тиіп кететін жағдайлар кездер де болады. Жеке өзінің өмірі жайлы айтып кетуі мүмкін, жұмыс жайлы айтып кетуі мүмкін, ыңғайсыз. Осы қыздың аккаунтын бересіз бе деп, не дегенмен қай жерде жұмыс жасайтынымды көреді адамдар. Екіншіден, адамның беті анық көрінетін әлеуметтік желіге таралған сурет пен видео адамның жеке ақпараты мен өміріне қауіп тудыра алады. Ақпараттық техника мен Face ID қолданысы кеңінен таралған бүгінгі күні адамның бет-жүзі арқылы көптеген қосымшалардағы қолданушының жеке ақпаратына қол жеткізуге болады. Видео белгілі бір мекемеде түсірілсе, сол мекемедегі қызметкерлердің жұмыс орны белгілі болады. Ал адамның қызметі мен жұмыс орны да жеке ақпарат ретінде танылады. Егер қызметкерлердің өміріне қауіп тудыра алатын адам таралған видеоны көріп қалса, құрбанын қайдан табарын біле алады. Сол себепті видеодағы адамның бетін жасырып қоймаса, бұл оның өміріне ауыр қиындықтар алып келуі мүмкін. Бұл сұрақты талқылау үшін біз тәжірибесі мол біреуді іздедік. Сол себепті біз қазіргі Қазақстандағы жеке парақшасы бар ютуберлер ішіндегі ең танымал адамдардың бірі Мұрат Данияр мен жұрттың баласы деген атпен танымал креатормен сұхбаттастық. Қараңыз, мен туралы айтатын болсақ, мен тур по городам деген проект түсіргем. Ең басты формат ол адамдардан интервью алу. Ең бірінші біз істейтін затымыз, мен келем, сұрақ қоям. Саламатсыз ба? Менің есімім Мұрат, сізден интервью алым келіп жатыр. Бересіз бе? Берем десе, все, камера, мотор, звук есть. Солай түсіреміз. Әлеуметтік желілер қатты дамығанды. Оның бәрін білеміз. Адамдар кез келген түсірген затын TikTok желісі болсын, Instagram желісіне болсын, сала береді. Өте аз адам Қазақстанда видео немесе сурет түсірген кезде оны мен өз әлеуметтік желілеріме салам деген оймен ғана түсіреді. Салмайтын адамдар өте аз. Сен өз бет әлпет интернетті болмауын қаламасаң, сен онда барып үңгірде тұру керексің да, 21-ші ғасырда негізі. Өйткені одан басқа мен ойымша амал жоқ. Қазір әлеуметтік желілер қарқынды дамып, олардың сан алуан түрлері шығады. YouTube, Instagram, TikTok сияқты желілерде видео контенті адамдарды көбірек қызықтыратын болды. Көрермендердің қызығушылығын тудыра алса, блогердің парақшасына жазылған адамдар саны өсе береді. Онымен бірге, блогердің контенті үшін жауапкершілігінің өсетінін де ұмытпағаны дұрыс. Сол себепті біреудің жеке кеңістігі мен жеке құқығын бұзбау үшін және ақпараттық қауіпсіздік тұрғысынан келешекте фейсблюрингті белсенді қолдану жақсы әдеттердің бірі болатын шығар. Ал әзірше анық шешім жоқ сияқты. Қысқаша айтқанда, блюринг жасау оңай емес. Ол арнайы редакторлық программаларда және көп уақытты талап етеді. Әрине, әрбір адамның Instagram немесе YouTubeға шыққан видео немесе фотосында адамдардың бетін бұлдырады деп талап ету мүмкін емес. Алайда аудиториясы үлкен ірі пабликтер, ірі каналдар өздерінің контентін немесе оларға репост үшін жіберген видеоларында блюринг жасаған жөн сияқты көрінеді. Неге? Өйткені олардың аудиториясы үлкен. Демек, жауапкершілігі жай адамдарға қарағанда көбірек болуы тиіс. Қалауынсыз түсіп қалған кезде келетін зақымның ықтималдығы да артады. Ірі компаниялар, мысалы Google Maps өзінің Street View модында көшелерде көрсеткен кезде көліктердің өмірін және адамдардың бетін бұлдырыңқы көрсетеді. Ал мысалы YouTube өзінің ірілігін біле тұра, сонау 2012 жылы өзінің функционалына адамның бетін бұлдырата алатын арнайы инструмент қосты. Айтпақшы, оның көмегімен бұрында жарияланған видеоларға да блюринг қосуға болады. Сіз не деп ойлайсыз? Сізде ұқсас оқиғалар болды ма? Немесе заңда өзгерістер қажет деп ойлайсыз ба? Аудиториясы үлкен блогерлер жауаптырақ болуы қажет пе? Есіңізде ме, Спайдерменнің ағасы Бен аға не деген? With great power comes great responsibility.